имам Махди бұл қиямат күндің чоң белгілерінің ең біріншісі болып есептеледі. Бұның аты Мұхаммад. Атасының аты Абдулла, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ұқсас. Пайғамбарымыздың ұрпағы Фатима разияллаху анха енеміз бар ғой. Ошоның Хасан разияллаху анху уулу бар. Ошоның балдарынан болады. Алам зұлымдық менен толғанда, ал әділеттілік бе, ошоның бардығын әділеттілікке салады. Әділеттілікті орнатады. Өте чоң ғазат болады аламда. Құстынтанияны келіп тұрып, ошоны ашады. Құстынтания дегені Константинополь, Стамбул деген сөз. Бұл жерде, ошол жердегі насара христиандар менен чоң ғазат болады. Бұны ошол жеңіп деме болады. Мадинайы Мунаввара, Мадинадан чыгат экен тугандар, жөөттөр менен арабтар талашып аткан Масжидил Акса, ошол жерде Кудус деп коет, Байтул Мукаддас. Ушул жерде анын имам Махди ошол жерге өлөт экен, ошол жерде көмүлөт экен, анын жаназасын Иса пайгамбар окуйт.